Баршаңызға сәлем бердім. Бүгінгі ауызашарға мен осындай капустадан жасалған орама тағам дайындаймын. Алдымен құрғақ ыдысқа сүтті, суды, тұзды салып жақсылап араластырып, одан кейін ұнның бәрін салып, қолға жабыспайтын тығыздау қамыр илейміз. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеліп, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып кетіңіз. Барлық ингредиенттердің толық құрамын видеоның описаниясына жазып қалдырамын. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Ал енді ораманың салмасын дайындаймыз. Пияз бен капустаны 4 бөлшекке етіп турап аламыз. Туралған пияз бен капустаның үстіне тартылған етті қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, зира және тауық етіне арналған дәмдеуішті қостым. Қамырдың июі қанып дайын болғаннан кейін видеода көрсетілгенде жұқалап жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне күнбағыс майын құйып, қолымызбен жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Қамырды теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Салманы 4 қамырға теңдей бөліп, қолымызбен жайып шығамыз. Қамырды теңдей етіп жайып шыққаннан кейін видеода көрсетілгендей ораймыз. Дайын болған орамаларды манта пісіргішке орналастырып, ең қатты жанып тұрған оттың үстінде 45 минут пісіреміз. Міне біздің орама тағамымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.